Жібек жолы мектеп лицейінің 6 сынып оқушысы Көкірекбаев Жанболаттың Ұлы Жібек жолында орналасқан мәдени және тарихи ескерткіштері тақырыбындағы ғылыми жобасын ұсынамыз. Зерттеудің өзектілігі. Адамзат тарихының күре тамыры мәдениет болса, мәдениеттің күре тамыры адам баласының ақыл-ойы мен қимыл-қарекеті. Біз осы ғылыми зерттеу жұмысымызды орындау барысында Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы тарихи және мәдени ескерткіштердің тағылымы мол тарихымен танысуға мүмкіндік алдық. Тарихи мәдени мұраны сақтау стратегиялық маңызы бар мәселе. Ұлттық дәстүр, әдеби мен мәдени құндылықтар, тарихи тәжірибе ұрпақтан ұрпаққа ауысып отыратын қазына. Сондықтан да еліміздің ұлттық тарихы, мәдениет мұрасын зерттелуде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруына бастамашы болды. Еліміздің ұлан-байтақ территориясының қойнауы тарихи мәдени мұралар болады. Соның ішінде 30 мыңнан астам тарихи мәдени ескерткіштердің 5 мыңы ғылыми іздестіру жұмысына мұқтаж және бүгінгі күні терең зерттеп талдауды қажет етеді. Зерттеу нысандарына қарай екі бағытта бөліп қарастыруға болады. Бірінші, көне қалалар тарихының зерттелуі. Екіншісі, тарихи ескерткіштердің зерттелуі. Жібек жолында орналасқан көне қалалар. Ол Сарайшық, Шірік-Рабат, Көкмардан, Талхир, Тараз, Қарамерген және Сайрам қалалары. Жібек жолы Қытайдың Шиньян деген жерінен басталып, Шинжан, Орталық Азия арқылы таяу шығысқа баратын керуендік жол бағыты. Жібек жолы іс жүзінде өзгермейтін тұрақты жол емес, қайта уақыт ізімен өзгеріп отырған, бірақ тарихтағы дәстүрлі сорабы өзгермеген. Жол шығыста Шаньяннан басталып, Тарым ойпатынан өтіп, Памир үстіртінен асып, Орталық Азияны, Батыс Азияны кесіп өтіп, Жерорта теңізінің шығыс жағалауына дейін барады. Жалпы ұзындығы 7000 километрден асады. Жібек жолы тек сауда жолы болып қана қоймастан, дүние жүзі өркениетін тоғыстырып, адамзат қоғамының дамуына 3-5 үлес қосты. Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу қалаларының Византия, Иран, Орта Азия, Кавказ, Алтай, Сібір, Шығыс Түркістанмен тығыз сауда байланыстары орнады. Ұлы Жібек жолы көп халықтардың мәдениетін түйістірумен бірге, оны табиғатын ерекшеліктерін анықтауда тарихи қызмет атқарды. Бұл істе Қазақстан жерін мекендеген халықтардың еңбегі де бар. Олар киіз үй, ат әбзелдерін жасау өнерін, кілем тоқу, күмістен түрлі әсемдік бұйымдарды соғу, бай ауыз әдебиетін мұра етіп қалдырған. Осының бір айғағы Есік және Аралтөбе қорымынан табылған алтын киімді адам ескерткіштері, Шығыс Қазақстандағы Берел қорымынан табылған олжалар, ежелгі түрік жазба әдебиетінің Орхон ескерткіштері. Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан орта ғасырлық тарихи қалалардың бірі бұл көне Тараз қаласы. Ежелгі қаланың алтын белдеуінде жатқан ұлттық мұраларымыз бабаларымыздың ерлік пен ерлікке толы ғұмырнамасының, олардың өткен өмірі, кешкен ғұмырының тірі шежіресі. Сол бай мұраны аман сақтап аялап келер ұрпаққа аманат ету бәрімізге ортақ парыз. Енді ескерткіштерге тоқталып өтсек. Бірінші Арыстан-баб кесенесі. 12 ғасырда өмір сүрген белгілі діни мистик Арыстан-баб құрметіне тұрғызылған. Алғашқы жөндеу жұмыстары 14-15 ғасырларда жүргізілген. Содан бері алғашқы салынған ою-өрнектер сақталған. 1971 жылы кесене алғашқы үлгісіне негізделіп, қайта қалпына келтірілген. Екінші Әулие-ата өнерінде орналасқан Ақыртас сарай кешені. Ол Тараз қаласынан 40 шақырымдай жерде жатыр. Алып жәдігердің өн бойынан адамзат ақыл ойының, білім мен шеңберінің сан-саналы жетістіктерін байқауға болады. Шамамен 19 ғасырдың орта тұсынан бастап ғылыми әлемге белгілі болған Ақыртас сарайы кешені әр кезеңде Знаменский, Лерх, Бартольд, Бернштайн, Калаур, Бәсенов секілді ғалымдар мен өлкетанушылар зерделеген. Келесі ескерткішіміз бұл 10-12 ғасырда салынған Айша биби кесенесі. Біздің заманымызға негізінен бұзылған күйінде жетті. Кесененің тек батыс қабырғасының біраз бөлігі мен сонымен жапсарлас екі қабырғасының аздаған қалдықтары сақталған. Күн мен жаңбырдан, желден кесененің одан әрі зақымдануы болдырмас күйге келтірген.
ежелгі шеберлердің мұрасын қайта тірілту, оны екінші рет ашу, шынайы қалпына келтіру үлкен білім мен талпынысты және қолға алынған істің орасан маңыздылығын түсінуді талап ететін аса игілікті еңбек. Сондықтан да Айша биби кесенесінің шынайы бейнесін келесі ұрпаққа жеткізу ғалымдардың арасында ұзақ жылдарға созылған пікірталас тудырды. Біреулер ескерткішті сол қалпына сақтап қалу керек десе, басқалары ескерткішті қайта қалпына дұрыстап келтіру керектігін айтты. Келесі ескерткішіміз бұл Әулиеата Қараханға тұрғызылған кесене. 11-12 ғасырлар сәулет ескерткішіне жатады. Сонымен қатар Бабаджа Хатун кесенесі. Қарахан мазары 11 ғасырда салынған сәулетті күмбез, бірақ ескеріп тозуына байланысты 1906 жылы қайта салынған. Жаңадан салынған кезде оның ертедегі сәулеттік декоративтік көркемдігінің қалдықтары жойылған. Сонымен бірге алғашқы жобасы да бұзылған. Қазір бұл күмбезді жобасы 4 бұрыш болып келген құрылыс. Қарахан әулие кісі болған, себебі ол туралы талай аңыз әңгімелер баршалық. Сонымен қатар Айша биби кесенесінің жанында орналасқан Бабаджа Хатун кесенесі тікше пішінді, тік бұрышты күмбезді құрылыстар қатарына жатады. Бұл кесене ортақ ғасыр сәулет өнерінің кезіндік дамуын сипаттайтын құрылыс. Сырт күмбездің биіктігі 86 см, қырлы призманың үстіне орналастырылған. Ол Қазақстандағы 10-11 ғасырларда сақталған сәулет өнерінің ескерткіші. Келесі ескерткішіміз бұл Шомансұр Дәуітбек кесенесі. Бұл да портальды күмбезді құрылыс. Күйген қыштан қаланған, есіктері ою өрнектеліп әшекейленген. Келесі тектұрмас кесенесі. Орта ғасырдан қалған сәулет өнерінің ескерткіші. Тараз қаласының шығыс жағында орналасқан, шамамен 14 ғасырда салынған, авторы мен салушы белгісіз, кесене толық қирап қалған. Ол 19 ғасырдың 80 жылдары түсірілген фотосурет арқылы ғана белгілі. Күйдірілген кірпіштен салынған, күмбезі болған, іргесі 4 бұрышты болып келеді. Кіретін арка тәрізді қақпасы батысқа Тараз қаласына қарай қараған. Жергілікті тұрғындар кесенені тектұрмас деген атпен белгілі болған әулие сұлтан Махмуд хан жерленген орны деп есептейді. Одан кейінгі ескерткішіміз таңғажайып таңбалы тас. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін жылдары бір қатар тарихи жәдігерлеріміздің сыры ашылып, ата-бабаларымыздың өткен өмірі қызығушылықпен қарайтын болдық. Даламыз қандай кен болса, ондағы жәдігерлеріміз де жеткілікті, және олардың жер жағдайына байланысты өз атаулары бар. Жамбыл ауданында батысындағы шөлейтті және жартылай шөлейтті аймаққа жататын Қарабастау елді мекенінің жазықпен шектескен таңбалы шатқалындағы талайды тамсандырған, тастағы қашалған бедерленген суреттер мен жазулар қазіргі кезде туризм көзіне айналып, халқымыздың бай мұрасы ретінде алыс жақыннан келгендерге назарына ұсынылып отырған тарихи ескерткішіміз бұл таңбалы тас. Қорытындылай келе, біз зерттеу жұмысымыздың барысында Ұлы Жібек жолында орналасқан тарихи ескерткіштеріміз бен мәдени мұраларымыздың тарихы мен зерттелу барысына көз жеткіздік. Біз осы ғылыми жобамыздың арқылы қазақ даласындағы барлық тарихи сырлары ашылмаған мәдени мұраларымызды толығымен аштық деуден аулақпыз. Дегенімен, еліміздің сан ғасырлық тарихынан сыр шертетін тарихи мәдени мұраларымыздың тарихымен таныстыру өзіміздің азаматтық борышымыз деп есептедік.